кешкім кірмейді деп ойлаймын деп үміттенемін. Бүгін 31 желтоқсан және қателеспесем бүгін 2025 жылдың соңғы күні болып есептеледі. Көп мемлекеттерде, жалпы әлем бойынша. Сол үшін бүгін ерекше шығарылым болады деп ойлаймын. Қорытынды шығарылым. Бірақ 2026 жылы бұл арна өз жұмысын жалғастыра береді деп ойлаймын. Осы жылы енді мен бір ерекше ұмытылмас бір шығарылым жасадым деп айта алмаймын. Бірақ бәрібір енді өмір болған соң өмір сүрілу керек. Осы жылы сондай бір дәйек сөз шығардым. Себебі шынымды айтсам, бұл өмірде мен жалынғаным емес, бір экзистенциалды дағдарыс деп айта алмаймын, бірақ бұл әлемдегі ешбір жағдай менің көңілімді не түсіріп немесе көтере алмайтын жағдайға жеттім деп айта аламын. Қайталап айтамын, бұл экзистенциалды бір дағдарыс емес, бұл бір психикалық ауытқуын шей ғана. Мен оқиғаларды жүрекке жақын қабылдамаймын, және де барлық қалай болып жатыр, солай қабылдаймын. Мысалы, енді қорытындыға келейік. Жалпы осы 2025 жыл дегеніміз ол 21 ғасырдың 25 жыл деген сөз. Бірнеше сағаттан кейін формалды түрде 2026 жыл басталып кетеді. Бірақ бұл маңызды емес. Маңыздысы адамдарға тек тойлауға бір себеп керек. Сондықтан адамдар кез келген себепті қуана қабылдайды деп айтсам болады. Қысқасы көп керек емес ақпарат айтып кеттім. Енді сендерге керек болуы мүмкін бір қорытындыларым туралы айтып өтейін. Ең бастысы, бұл әлемде тірі болыңдар. Бұл ең бастысы. Былай басқа әлемге кетіп қалу деген бір арнайы әдістермен, тәсілдермен басқа әлемге көшіп кету деген сияқты ойлар болмау керек. Басқа бір өмірге. Себебі енді өмір берілген соң оны сүру керек, өмір сүрілу керек. Бұл ең бастысы. Қандай да бір мәселе болмасын, бір қиын жағдайлар болмасын, бәрібір тірі қалыңдар. Өйткені тірі қалу бұл биологиялық міндет. Бірінші, екіншісі ол басқаша. Екіншісін айтпаймын. Қысқасы, бұл жыл саған қиын болса, бір жаман оқиғалар көп болған болса, месінде болсын, мен сені қолдаймын. Кім болсаң да. Тіпті пікір жасасаң да болады. Не үшін бұл жыл жаман болды, не үшін ойдағыдай болмады, не үшін бәрі басқаша болып кетті. Соның барлығын жасасаң болады. Ол маңыздысы емес. Маңыздысы былай ғой. Ұмытып қалдым. Маңыздысы келесі жылға тек қана деп айтуға болмайды. Мынаны түсініп алу керек. Бұл әлемде сен тек қана позитивті эмоциялармен өмір сүре алмайсың. Адамның психикасы негативті эмоциялармен позитивті эмоцияларды қатар ауысып қабылдайды. Тек қана позитивті немесе негативті көңіл күйде болсаң, онда сенің психикаң кішкене дұрыс қызмет атқармайды. Сондықтан әр жағдайды жүрекке жақын қабылдама. Ең бастысы өзіңнің денсаулығыңды ойла. Ең бастысы
сен ойлайтын адамдарды ойла. Және жүзеге аспаған бір жоспарларың, бір нәрселерің үшін бір қам жемей қой. Ары қарай өмір сүр. Өмір бәрібір қызық нәрсе негізі. Кішкене өтірік сияқты болса да, мағынасы жоқ сияқты болса да, бәрібір өмір ол қызық. Және өмір кітабын соңына дейін оқу керексің. Ең бастысы, осы жыл сен үшін қалай аяқталса да, келесі жыл керемет болсын. Келесі жол менімен бірге бол, өзіңмен бірге бол. Ең бастысы, тоқтама. Бұл маңызды сөздер деп ойлаймын. Сен тоқтамасаң, мейлі бір 60 метр қадам бассаң да, жерге жатып жорғаласаң да, сен тоқтамасаң, сен бәрібір жүріп келе жатырсың деген сөз. Сен қозғалып келе жатырсың. Ал қозғалыс әрқашан, қашан болсын, кеш болсын, ерте болсын, сені нәтижеге жеткізеді. Бұрынғыдай енді армандау, бір нәрсе болмай қалды деп күйіну деген сияқты сезімдер жоқ. Себебі айтып өткенімдей, мен барлық нәрсенің маңызын төмендеттім. Ең бастысы қазіргі тұрақтылық, тыныштық, және де осындай бір тұрақты ішкі теңгерімді сақтап қозғалсаң, онда ең дұрыс жол осы болады деп ойлаймын. Қысқасы, осы сәтке дейін көрсең, сен мықты адамсың. Және уақытыңды өткізе алмай отырған адам сияқтысың. Бұл бейнежазба негізі өзіме арналады. Келесі жылы кездескенше.